жаңа сот отырысы бітті. Мына 3 судья заңды шешім қабылдады. Енді даму жоғарғы сотқа 6 айдың ішінде шағымдануына болады дейді. Ол даму шағымданудан шаршамайды, бірақ мынау жаңағы желкен үзілгір, қыршыңнан қиылғыр деп мен қарғыс айтып тұрмын ғой. Қарғыс ол жаңағы ондай Чындалиев, Қайрат Мәми дегендерге ол барады. Егерде жаңағыдай осы Асылбаев сияқты қинап қанша жыл бойы сондағысы 1,5 миллион теңге үшін тағдырын тас-талқан етіп, кәсібін быт-шыт етіп, дамудың сөзін сөйлеген Чындалиев, сен ана жерде отырмайсың. Сенің кесіріңнен осындай жаңағы неге ұшырады Асылбаевтар, тағдыры тас-талқан болды. Сенің тағдырың одан да бетер тас-талқан болсын, Чындалиев. Түсіндің ба, Қайрат Мәми екеуіңнің? Бүгін міне 3 судья, Темірәлиева, Хан, оның кейін кім тағы біреуі? Құрбанова ма? Құрбанова ма? Құрбанова, Темірәлиева судья, Хан судья, үшеуіне көп рахмет. Заңды шешім қабылдады. Жақсының жақсылығын айту керек. Бірақ осынша уақытты өтірік эксперт жасатып, Есетова дегенге ондай уақытта алып, онсыз да шаршап жүрген Асылбаеваларды қинаудың қажеті жоқ еді. Бірақ даму жаңағы алаяқтығын қоймай, экспертиза жасаймыз деп өздері осындайға дейін барған шығар. Бірақ мына 3 судья, Темірәлиева, Құрбанова, Хан үшеуі бүгін Асылбаевалардың ісі бойынша заңды шешім қабылдады. Көп рахмет. Осындай судьялар көбейе берсін. Рахмет. Мен ризамын. Көптің осы түскен ойымызды орындап берген бүгінгі судьялардың әділдігіне әділ баға бергені қатты ризамын. Темірәлиева, Хан, Құрбанова, Алматы облыстық сотының судьяларына рахмет, әділдік шешімін берді. Қатты ризамын. Судьялар осындай әділді шештіңдер, әр уақытта біз разымыз. Ризамын сізге. Вақытты болыңыздар, әр уақытта осындай әділ шешім беріңіздер. Халық сіздер тыңдап отыр. Әр уақытта халық қайтарым, ақтығын, шын әділдігін аласыздар. Бар ақ судьялар. Иә. Thank you.